Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы е әрпі мен дыбысы, жиын және бос жиындар. Сіздермен бірге Гүлзина Жақсылыққызы. Алдымен е дыбысына берілген бейне жазбаға назар аударамыз. Е әрпі. Е әрпі. Емен. Емен. Есек. Есек. Егіз. Егіз. Егінші. Егінші. Егін. Егін. Ешкі. Ешкі. Етікші. Етікші. Мінекей балалар, е дыбысы сөздің басында, ортасында, соңында да кездесе беретінін байқаған боларсыздар. Енді берілген сөздерге дыбыстық талдау жасап, мына буындар мен сөздерді оқып шығамыз. Сосын мәтінді көшіреміз. Сосын жіберген нұсқаулыққа қарап отырып, е әрпін жазамыз. Жазу барысында қолымызға жаттығу жасаймыз. Сосын балалар, бүгін жиындар мен бос жиындар дегенді түсінетін боласыздар. Алдымен мына фигураларға қарайсыздар. Үлкен фигураларды неше екенін санап жазасыздар. Кішкентай фигураларды санайсыздар, санын жазасыздар. Осы әрқайсысы бір-бір жиын болады. Үш бұрыштарды, шаршыларды. Сосын мына жерде жасыл түсті жиындардың арасында мына сары түсті зат артық. Мына жерде ойыншықтар деген жиын бар. Олардың арасында кітаптар артық болып тұр. Үшінші жиынды қалай атауға болады? Оны өздеріңіз тауып көріңіздер. Және осы үшінші жиында артық санды тауып сызып тастаңыздар. Енді келесі тапсырмада жиындар құрастырасыздар. Көкөністер жиыны, аңдар жиыны, оқу құралдары және киімдер. Сосын мына жиындарды салыстырыңыздар. Мына жақта қанша элемент, мына жақта неше элемент бар, санап отырып, салыстыру таңбасын қойып шығыңыздар. Сосын жіберілген суретті бояймыз. Бүгін сіздер е әрпімен дыбысын таныдыңыздар және жиындардың алғашқы білімін жинақтап алдыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.